Әңгіменің жалғасы. Қала кешкісін ерекше көрінетін. Шамдар жанып, көшелер жарыққа толғанда адамдардың даусы алыстан ғана естілетін. Нұртас пен аяулым иық тірестіріп жүрмесе де, екеуінің арасы тым жақын еді. Екеуі үнсіз келе жатты. Бірақ сол үнсіздікте айтылмай қалған мың сөз тұрғандай. «Қайда бара жатырмыз?» деп сұрады аяулым жай ғана. Нұртас жұмсақ күліп, «Аз қалды, жақсы көріп қаласыз» деді. Бірнеше бұрылыс өткен соң олар тыныш адам аяғы сирек басатын көшеге шықты. Ол көшенің соңында биік қоршауы бар ескі саябақ көрінді. Нұртас қақпаны ашып, аяулымды ішке қарай жетеледі. «Мұнда көп адам келмейді» деді ол. «Бірақ мен үшін бұл жердің өз сыры бар». Саябақтың ішіне кіргенде аяулым бірден таңғалды. Бұл жер қаладағы басқа парктерге ұқсамайды. Мұнда қураған ағаштар жоқ. Желдің өзі тым нәзік еді. Ал саябақтың ортасында жарығы әлсіз болса да, ерекше жұмсақ, шағылысқан кішкентай көл бар еді. Көл бетіндегі шамдар суға түсіп, аймен араласып, әдемі көрініс жасап тұр. Аяулым баяу деммен ішіне тартты. «Қандай әдемі жер!» деді ол сыбырлап. Нұртас оның жүзіне қарап, «Мен бұл жерді ешкімге көрсетпеп едім. Бүгін неге сізді әкелгім келгенін өзім де толық түсінбеймін. Бірақ жүрегім солай деді. Аяулым оның жанарына ұзақ қарады. Бұл жігіттің сөздері жалған болуы мүмкін емес еді. Оның әрбір сөзі жүректен шығып тұрғандай. «Сіз өте ерекше адамсыз» деді қыз. Нұртас сәл ұялып күліп жіберді. «Ондай емеспін. Тек қаламнан басқа ешкімге аша алмай жүрген дүниелерім бар. Бірақ бүгін ол тоқтады. Бүгін бірінші рет біреумен бөліскім келді». Аяулым оған жақынырақ келді. «Бөлісіңіз онда» деді ол ақырын. «Тыңдап тұрмын». Жігіт терең дем алды. Көл жағасына отырып аяулымға отыруға ишара жасады. Екеуі қатар отырды. «Мен көп уақыт бойы жалғыз болдым» деді Нұртас, қалың ойға батып. «Жазу менің жалғыз араласатын әлемім сияқты болды. Бірақ кейде сөздер де жеткіліксіз болады. Кейде жанында бір адам болғанын қалайсың. Сені түсінетін, үнсіз болса да сезетін». Аяулым жүрегі шым ете қалды. «Мен сізді түсінемін» деді ол. «Кейде біз өзімізді ешкімге жеткізе алмаймыз деп ойлаймыз. Бірақ бәлкім дұрыс адамды кездестірмеген шығармыз». Осы сөзден кейін Нұртас оған бұрылып, қыздың көзінен көз алмай, «Ал қазір мен дұрыс адамды кездестірген сияқтымын» деді. Аяулым демін шығара алмай қалғандай болды. Оның жүрегі әлсіз ғана емес, қатты соға бастады. Бұл сөздер оны толқытып жіберді. «Нұртас» деп сыбырлады ол. «Иә» деді жігіт одан көз алмай. «Мен де сені кездестіргеніме қуанамын». Осы сәтте жел олардың шаштарын қозғалтты. Көл үстінде айдың сәулесі күшейіп, екеуінің бейнесі су бетінде көрінді. Бір-біріне жақын тұрған екі жанның бейнесі. Нұртас қолын созды. Аяулым еш қарсылықсыз оның қолын ұстай салды. Осы бір қарапайым жанасу олардың арасындағы жаңа әңгіме басталғанын білдірді. Көлдің үстімен баяу тұман көтеріліп, ай сәулесі екеуінің жүзін ақшыл жарыққа орап тұрғандай еді. Нұртас аяулымның қолын жұмсақ ұстап, біраз уақыт үнсіз отырды. Бірақ бұл үнсіздікте айтылмаған сезімдер жүрекке сыймай тұрғандай. Аяулым жігітке қарағанда оның жанары өзгеше, жұмсақ екенін, тіпті бұрынғыдан бетер ашық екенін байқады. «Нұртас» деді ол сыбырлап, «сіз қазір қандай күйде тұрсыз?» Жігіт күліп жіберді. Бірақ бұл күлкі жасырын сезімдерін ашып қойған адамның күлкісі еді. «Мен өмірімде бірінші рет біреудің жанында өзімді еркін сезініп отырмын» деді. «Бірінші рет ойларымды жасырмай, сөндірмей отырмын. Себебі сізбен бәрі табиғи». Аяулымның жүрегі жұмсақ бір толқынға бөленді. Ол да өз сезімін жасырмады. «Мен де сіздің жаныңызда әдейі ұялып отырған жоқпын. Қалай екенін білмеймін, бірақ сізге жақын болғым келеді». Осы сөзден кейін Нұртас оның жүзін сәл әрі қарай бұрып, жанарына терең қарады. Бұл қарау жай ғана қарау емес,
қыздың жанын оқып тұрғандай көзқарас еді. Аяулым демін ішіне тартып, сол сәттің өзі-ақ бәрін айтып тұрғанын сезді. «Сіз мені қорқытасыз», деді ол баяу. «Неге?» деді Нұртас жұмсақ үнмен. «Өйткені мен сізге жақынырақ жатқанымды сеземін, ал бұрын ешкімге бұлай жақындаған емеспін». Нұртас оның қолын қысып, «Қорықпаңыз», деді. «Мен сізге ешқашан ауыр нәрсе жасамаймын. Сізбен бірге болу мен үшін үлкен жауапкершілік сияқты. Сондықтан мен сіздің жүрегіңізді жараламаймын». Осы сөздер аяулымның көзіне жас үйірді. Бірақ бұл жас сағыныштан туған емес, жан тыныштығынан туған жас еді. Сол кезде Нұртас аяқ астынан орнынан тұрып, аяулымға қолын ұсынды. «Жүріңіз, бір нәрсе көрсетемін». Аяулым оның қолын ұстап орнынан тұрды. Жігіт оны саябақтың ішіндегі кішкентай көпірге қарай алып барды. Көпірдің үстінен көлдің бейнесі анық көрініп тұрды. Ал дәл көпірдің ортасына келгенде Нұртас тоқтап аяулымға бұрылды. «Мен кейде жүректегі сезім сөзбен емес, әрекетпен айтылады деп ойлаймын», деді ол. Жұмсақ қимылмен Нұртас қыздың иығына қолын қойып, оны өзіне жақын тартты. Екеуі бір-біріне тым жақын тұрды. Аяулымның жүрегі одан сайын дүрсілдеп кетті. Бірақ олар осы жақындықты ешқайсысы тоқтатқысы келмеді. Нұртас қыздың бетінен баяу сипады. «Егер сіз рұқсат етсеңіз», деді ол ақырын, «сізді сүйгім келеді». Аяулымның көздері бір сәтке жұмылып, ол тек басын баяу изеді. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Жел толқуды сезгендей ақырын ғана соқты. Көл суы ай сәулесін жарқыратып жіберді. Нұртас еңкейіп, оның еріндеріне нәзік жылы бір сүйіс сыйлады. Бұл сүйіс құр әдеттен емес, жүректің тынысын жеткізгендей, ғасырлардан бері күтіп тұрған екі жанның кездесуіндей еді. Аяулым да оған жауап берді. Сол сәтте ол бұрын сезбеген бір нәрсені түсінді. Бұл жігіт оның жүрегіне баяғыдан жол тапқан екен. Екеуі бөлінгенде аяулым күлімсіреп тұрды. «Мен сізден енді алыстай алмаймын. Алыстай алмайтын сияқтымын», деді ол. Нұртас оның маңдайынан сүйді. «Жақсы, алыстамай-ақ қойыңыз. Мен сізді жоғалтқым келмейді». Саябақ тым-тырыс, аспан айлы, көл жарық, ал сол түні екі жүрек бірдей ырғақпен соға бастады. Нұртас пен аяулымның сол түннен кейінгі өмірі мүлде өзгерді. Екеуі бір-бірінен алыстамады. Күні бойы сөйлесіп, кешке бірге серуенге, тіпті үнсіз отырса да, бір-бірінің жанында тыныштық табатын болды. Уақыт өте келе олар бір-бірін тереңірек таныды. Нұртас сабырлы, ойлы, әр сөзін өлшеп айтатын. Аяулым нәзік, бірақ ішінде үлкен күш пен мейірім бар жан. Екі жүрек бір ырғақпен соға бастады. Бір күні Нұртас аяулымды сол бірінші рет алып барған саябаққа тағы шақырды. Ол жер дәл сол қалпы. Ай жарығы, тыныш көл, көпір. Бірақ бұл жолы Нұртастың қолында кішкентай қорапша болды. Аяулым оның бұл әрекетінен бір нәрсе сезгендей жүрегі дүрсілдей берді. Көпірдің ортасына келгенде Нұртас оның алдына тізе бүкті. «Аяулым», деді. Ол, «Мен сені алғаш көргенде-ақ жүрегім тынышталып кеткендей болды. Сенің жаныңда мен өзімді толық сезінемін. Мен өмірімнің қалған әр күнін сенің жанында өткізгім келеді. Маған тұрмысқа шығасың ба?» Аяулым көз жасына ие бола алмай, «Иә, әрине иә» деп күліп жылап жіберді. Нұртас жүзік салғанда екеуі құшақтасып ұзақ тұрып қалды. Бұл олардың үлкен жолға шыққан сәті еді. Мені тыңдап отырған менің оқырмандарым, әңгіменің екінші бөлімі осымен аяқталды. Келесі соңғы бөлімді жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.